Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен WebMoneyден қырғыз сомына вымыз алатын боламыз. Қазір біз пополнитпен кіре алмаймыз, себебі бұл жерден Exchange Money алып тастаған. Қазір купить на P2P биржа деген бассаңыздар болады, немесе сіздерде менде ссылка бар, Exchange Moneyдің өзіне кіретін, сонымен кіретін боламын. Кейінгі видеоларымда P2P'ден қалай алатынын көрсететін боламын. Енді біз Exchange Moneyмен жұмыс істейміз. Мен Қазақстанда тұратын болғандықтан осындай ссылка келген, сонымен кіреміз. Мен сіздерге бүгін қырғыз сомына вымыз алуды үйрететін боламын. Вымызын таңдайсыздар. Кейін қырғыз сомын таңдайсыздар. Сіздерге қанша сумма керек, соны жазасыздар. Мысалы, мен вымызыны қырғыз сомына алатын болғандықтан покупка деген жеріне мың сомға алатын боламын. Сол үшін 1000 деп жазамын. Енді бізге шықты. Бұл жерде өздеріңіздің банкіңізді таңдайсыздар. Мысалы, екі түрлі банк, бірақ курсы бірдей. Міне өздеріңіздің банкіңізді таңдайсыздар. Екеуін таңдай берсеңіздер болады. Екеуінен біреуін таңдай бересіздер. Өздеріңіздің банкіңіз болу керек, себебі банктың басқа банкке ақша аударғанда комиссия ұстайды. Сол үшін өздеріңіздің банкіңіз болғаны жақсы. Оптима болатын болса, соны таңдайсыздар. Мен осыны таңдайым. Бұл жерде многоразовая сделка болғандықтан сіздер контрагенттің данныйларын көріп шығыңыздар. Подтверждениясы тез болатын, перевод тез болатындарын таңдаңыздар. Сол кезде тез түседі сіздерге вымызы. Енді сіздерде қаласаңыздар вымызының өзін ғана, мысалы 100 вымызы деп сатып алсаңыздар болады, немесе қырғыз сомымен мен 1000 деп жазам. Сол кезде шығарып береді қанша вымызы келетіндігін. Мен 1000 сом деп жазам, сіздер қалағаныңызды жаза бересіздер. Бұл жерде 5 вымызы мен 699 вымызға дейін алсаңыздар болады. Енді сіздер подать встречную заявку дегенді басасыздар. Сол кезде обновление болады. Сол кезде сіздерге контрагенттің банковский картасының номері шығады. Соны көшіріп аласыздар, копировать етіп. Копировать деп басасыздар. Кейін сіздер өзіңіздің банкіңізге кіріп, ол адамға ақша жібереміз. Не осындай ақшаны жібересіздер. Жібергеннен кейін подтверждение жасаймыз. Астына түсесіздер. Подтвердить перевод дейсіздер. Кейін сол жіберген чекіңізді суретке түсіріп алыңыздар. Басқа телефонға түсіріп аласыздар, немесе скриншот жасайсыздар. Кейін осы WebMoney бар телефоныңызға өткізіп, галереясына салып, выбрать етесіздер. Салып, далее деп жібересіздер. Жібергеннен кейін сіздерге вымызы түседі. Кейін WebMoneyдің өзіне ішіне кіресіздер. Сіздерге ақша түседі. Осындай болып ақша түседі. Осыны біліп аласыздар қанша түскенін. 13-те 53 түседі. Біраз уақыт алуы мүмкін. Қорықпаңыздар, түседі ол. Егер ол адам отказ жасайтын болса, сіздің ақшаңызды қайтарып береді. Кейін қайттан кіреміз біз. WebMoneyдің ішіне қайттан кіресіздер. Кірген кезде біз Alipay'ге саламыз. Ол үшін біз мына жерде 3 сызық бар.
соның басасыздар. Платежный система деген бар ғой, соған кіресіздер. Сол кезде сіздер Alipay'ді таңдайсыздар. Кейін VMZ-ны таңдайсыздар, сіздерді VMZ. Кейін біз покупка деген емес, астына продажа деген жеріне түсесіздер. Себебі біз VMZ-ны юанға сатамыз. Сол үшін 13-те 53 еді, біз 12-13 деп жазып көресіздер. Себебі комиссиясы бар. Қанша алған болсаңыздар, соның бәріне VMZ-ның бәріне юан ала алмайсыздар. Сол үшін мысалы 13 деп жазамыз. 13 бар екен. Немесе өздеріңіз заявка дайындасаңыздар болады. Оны басқа видеоларымда көрсететін боламын. Енді мен дайын заявкамен аламын. Бұл жерде мысалы 13-ке көбісі бар екен. Соның ең арзан аламыз. Арзан дегенде бізге ең біріншісі арзан болып түседі. 71-де 53. Соны аламыз. Үстінен басасыздар. Кейін осындай код келеді сіздерге. Егер келмейтін болса, осындай код сіздерге өздеріңіздің телефон номерлеріңізге жіберсеңіздер болады. Мен қазір көрсетемін. Менде қосылды. Егер сіздерге шықпайтын болса, осындай номер келмейтін болса, код келмесе, өздеріңіздің номеріңізге сообщение болып келеді. 4 сандық номер. Код келеді. Соны басасыздар. Енді біз контрагентті көріп шығасыздар. Подтверждениесін көріңіздер. Қанша минутта болатыны. Сол минуттарда сізге сол VMZ түседі. Енді сіздер өздеріңіздің Alipay аккаунттарыңызды жазасыздар. Жазғанда қателесіп кетпеңіздер. Егер біреуге салып беретін болсаңыздар, сол адамның атын дұрыстап жазыңыздар. Енді продать дейміз. Продать дейміз. Да дейміз. Сіздерде осындай болып шығады. Біраз күтеміз біз. Негізі таңғы 7-ге дейін күтіңіз деп жазылған. Ол адам жіберуіне байланысты түседі бізге. Оны біз Alipay аккаунтымызға кіреміз. Сол жерден көресіздер. Сол жерге түседі. Баланс деген ішіне кіресіздер. Мысалы, менің бір күнде күткен уақыттарым болған. Егер осы жақтан кірмейтін болса, мен сияқты сіздер ссылкамен ғана кіре аласыздар. Ссылканың ішіне кіресіздер. Басқа жолы жоқ. Менде соңғы кезде сондай болып жатыр. Кірмейді, ссылка жібереді, бірақ кірмейді. Осы жерде бар. Осы жерді басасыздар. Егер сіздерге ол жағынан да кірмейтін болса, мынау флагтың үстін басасыздар. Сол жерде осындай тұрады.
ожидающий моих действий деген бар ғой, соған кіресіздер. Сол кезде сіздерде қандай бар болатын болса, сатып алғандарыңызды соның ішіне басасыздар, сонымен кіре аласыздар. Басқа жағынан кіре алмайсыздар. Мен міне кірдім. Алған болсаңыз подтверждение жасаңыз деп тұр. Бұдан шығып кетеміз. Әліпбиге қараймыз. Егер бізге юань түскен болса, подтверждение жасаймыз. Егер түспесе, подтверждение жасамаңыздар. Ақша түсті дейді. Қас көрейік. Не, ақша түсті, көріңіздер. Түседі. Қорқып жүргендер болса, солай түсірсеңіздер болады. Біраз уақыт алады, бірақ ақша түседі. Енді біз қайттан кіріп, подтвердить перевод деп жазамыз. Получено деп жазасыздар. Үстін басасыздар. Мен бастым. Осыны бітірместен басқа вмз сатып алуға болмайды. Да дейсіздер. Егер сіздер алсаңыздар, алмасаңыздар, күте тұрасыздар. Осындай жағдай болуы мүмкін. Оған қорықпаңыздар. Енді қайттан кіресіздер. Қайттан кіреміз. Үстен басып, подтвердить деп енді қайттан жібересіздер. Бұның уақыты бітіп қалады. Уже шықты. Болды. Бізге ақша түсті. Обмен успешно завершена деп шығады. Болды, кейін тағы вмз сатып алсаңыздар болады. Қайттан әліпбиге сала бересіздер. Видео ұнаған болса лайк